Ой, бәріне сәлемдестер. Бұл мен Қызық ТВ және кім әрине? Санжар. Бұл болашақ ютуберіміз сондай. Менімен бірге бүгін отыр. Қазір мен сендерге көріп тұрғандардай бұл қайтадан кәдімгі таң. Мен ініммен бірге жүрмін қазір. Бұл інім жоқ бұл Майнкрафтта, жай ғана ол мен бірге қазір отыр. Я? Айтса бірдеңе. Есіңдер ғой, я? Әлде сендер оның айтқанын естімедің бе? Және көрдіңдер ғой, менде жаңа питомец розовый овца бұл. Я көрдіңдер, жет кеттік ендеше далаға. Неғып біз тұрмыз, давай тез холодильникке жақындайық. Таңғы асты алдық. Арбузды біреу жететін шығар таңғы асқа. Дай сен жеп таста мынаны. Вот, тез далаға кеттік. Мені інім уже бұл ауылды біледі, сендер естіп тұрғандарындай. Кеттік ендеше ауылға. Менде қазір таза скин, ешқандай киім жоқ. Айтып қояйын. Давай кеттік ендеше. Ой, мен ұмытып қалыппын ғой. Үйді вообще кілтпен жабуға. Көрдің тұрсыңдар ғой, менің қолымда кілт бар. Тез. Татув. Оп, вот, жаптым. Тез. Туй, мен орнатын болдым ғой, бір жерге сүрінейін ба тағы. Сен, Санжар, не күн демейсің, бірден айтпайсың ба? Жүрі, біз қазір мүмкін складка барамыз. Есіңдер ме бұл дауысты? Достар, комментарияға жазыңдар, мен мүлдем түсінбедім. Бұл хераблин болуы мүмкін ба сендер бұл дауысты есіңдер ме, мен оны білмеймін. Жарайды, кеттік. Тұрғын, сен бұл дауысты естің ба? Я, мен естідім, бәрін естідім. Бұл хераблин сияқты. Аңыз бойынша хераблин анау таударды өмір сүреді. Алыста ма? Я, алыста. Болды, қорықпаңдаршы, тұрғындар. Қорқытып тастады ғой. Ой, шошытты мен. Жарайды, Санжар бірден айтсай. Қазір біз... Да, паркқа барайық. Жарайды. Қазір тұрғындар бар ма екен? О, тұрғын жүр біреуі. Қойылда кіл. Ен болмаса кілпен ұрынам. Хераблин болса, қазір кілпен оны ұрып тастаймын ғой. Түсінбедім мен соның кездер, достар. Осылай әр жерде көп қой болып кетті. Трезубецтер. Бізге ауылға ма рейд болды, түсінбедім. Комментарийға тоже жазуды ұмытпаңдар. Және мен сендерге бір сұрақ қоям. Қазір сендерді... Я, тек қана бұл. Қалай ойлайсыңдар? Жақын маңайда мен үйім артында әртүрлі есіктер тұр. 1, 2, 3, 4, 5. Сол есіктердің артында, қайсының артында сендер ойлайсыңдар бар шошқа. Сондықтан комментарийға жауабын жазыңдар. Ал біз болса қазір кішкене күте тұрамыз. Қазір үйдің артына барайын, жүгірейін, зулап, пиу, я? Сендер естіп тұрған сияқтысыңдар кішкене подписчиктер, енді жаным. Жай, давай кеттік кез. Сендер тез өте ойланын, олардың қажет. Енді менде видеода, әр видеода осындай сұрақтар болады. Қайдан жерге басқа бақ өсіп кетті? Ой, ай. Міне достар, я, Санжар. Я. Осы біздің сәт келді. Санжар, сен қай есіктің артында осы шошқа бар деп ойлайсың? Ба, 4 деп ойлайсың ба? Жәді қазір көрейік. Сендер комментарияға жазыңдар, енді көрейік. Бірінші есік. Та-дам, ешкім жоқ. Екіншіде де жоқ. Үште де жоқ. Қараңдар, 5-те де жоқ. Сонда қалды 4. Дұрыс! Санжар, дұрыс тапты. Сен құттықтаймын. Жай, бәріне сау болыңдар. Бұл мен сендермен Қызық ТВ болдым. Каналға жазылуды ұмытпаңдар және лайк қойыңдар. Бәріне сау бол. Бәріне сау бол де. Бәріне сау бол.